Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең экраннар каршында Көлкетдин тапшыруы. Бүгінгі Көлкетдин тапшыруында біз Мончаташ эстрада театрының артисті, Татарстанның от қазанған артисті, яратқан артисті қыз Искәндәр Мутығиулла турында сөйләшербез. Чөнки аңа 23 февральдә 60 яшь тулды. Шуңа күрә бүгінгі тапшыруда біз Искәндәрнең тормыш юлына күз салырбыз. Аны біз үзеннән сорамабыз, аны якыннан белгән, аның турында сөйләй алучы кешеләрне студияга чакырырга булдык. Һәм шуларның берсе Түбән Тегермәнлек авылында яшәп ятучы Искәндәрнең күршесе, яраткан апасы Рабига апаны чакырырга булдык. Ул инде безнең студияда. Рабига апа, ни хәлләрдә, исән-саумы? Әйбәтләр, балакайларым. Исәннәрмесез, бик зур рәхмәт сезгә, мине кеше көлкесе тапшыруына чакыруыгызга. Туктагыз инде. Рабига апа, кеше көлкесе түгел, Көлкетдин. Кеше көлкесенә каласың инде, узак сөйләсәң. Хәерле көндәр, хөрмәтле авылдашларым. Сезне сагынып, үземнең кайнар сәламнәремне җиткерәм сезгә. Айрыша минем яшьтәшләремә. Исән булмасалар да, алар мине искә алып ята торганнардыр. Күрше Яхьяга күп сәлам. Урамда булганып йөрүче эшсез Габдүвәлигә күп сәламнәремне җиткерәм. Һәм дә шулай ук таракан белән кортны аермаган, писок кушып сатучы Пчеловод Әкрәмгә бик күп сәлам. Шулай ук сәламымны җиткерәм. Ажык Уркыяга нитмим, ит сатучы Уркыяга әйтмим, чөнки тана ите белән үгез итен бутап сатам. Рабига апа, бу бит полишудис тапшыру түгел. Бунда сәламнар күбәйтергә ярамый. Син безгә Искәндәр турында бераз сөйләле, үзегезнең авылдаш. Кем соң ул? Ширияздан белән Гамиләнең малае. Шул ташмашны әйтәсез менә. Бигрәк тә үткен булды инде ул балакаем. 17 яшьтән сразу авылдан чыгып качты. Аны бит күргән кеше юк. Төнлә кайта, төнлә китә. Авылны сагынам дип җырый. Әле бер көнне шыраткан идем. Мин әйтәм, авылны сагынсаң, кайт дим. Кайтып булмый шул Рабига апа ди. Нәрсә мин әйтәм? Бу тарастыңа берәр нәрсә чакканмы әллә? Җәяү кайт. Менә име шаккатам мин, авылны сагынам дип, хәзер 3 җырчының берсе җырлый. Сагынам да сагынам дип. Сагынсалар, кайтсыннар да, эшләсеннәр. Менә шуны әйтәсем килә. Босын дөрес әйтәсең. Әле бер җырчы җырлап торадыр Рабига апа, булай дип. Туган авылым, кил каршыма дип. Авыл ничек килсен инде? Үзләре кайтсыннар. Рабига апа. Нәрсә? Искәндәр бәләкәй чакта да шундый кызык малаемсың ул. Тукта. Менә сәламне уже ишеткәннәр, шалтыраталар. Кайсы икән бу? Килен шалтырата икән. Мин бит әле монда килен дип түгел, кобыр дип яздырдым. Килен тыңлыйм. Нәрсә? Исәнме? Ярар кыз, исәнлек сорап торма. Нәрсә син кешене шитә торган кеше штылый? Шалтыраткан сайын исәнме дә исәнме? Аллага шөкер. Ярар, килен, каралы бер шалтыратка әйтим әле. Минем бит бер атнадан юбилеем була. Менә язып ал әле. Анда нәрсәләр алып кайтырга? 5 кило кара җимеш, 5 кило өрек җимеше, курага, бер капчык песок, 13 төрле конфет, шупра, песок, барысын да кайтыгыз. Җәй буе балаларыгыз жата, бер нәрсә алып кайтмыйсыз. Миндә әмдри казналары юк. Пока хуш, кобра. Рабига апа, чыгал ул базарыңнан. Тапшыруны алып барыйк әле. Сүндерел телефоныңа. Киленне сүгәм, киленне. Нәрсә эшләгән? Нәрсә эшләгән? Ул киленемнән туюларымны белсәгез. Ул киленемне, сөйләсәң бер гайбәт инде улым. Аның ямсызлыклары, аның нурсызлыклары дөнья йөзләрендә кеше җитмәгәнгә туган нәрсә дим инде мин аны. Әле менә соңгы тапкыр авызларын кабарта башлады.
Ауыздарын қабартқан сиырың бір қырыда тұрсын енді. Мен айтам, келішмей бетінде келен. Міне ауызын жырып жіберейін ме олам? 6-7 минут ауыздары жиылы біт алмайынды. İskender turunda söylediğim Rabiqat'tey. Kilinlerin turunda tügül. Uzakka өтті айтып бітіреймін де бір айткашыя. Аның, мына келін айтам әлі. Әлі тігатына да қойттылар. Келін тігі сиыр сауырға шыққаны я. Сиыр қорқып жығылды тігіннен. Қадыр 3 жыл сиыр сүт бермей. Сөйлесен сөз көп енді. Rabiqat'tey, tuqtalı. İskender turunda söyledi. Tapşırı İskender turunda bit. Міне İskender турында. Әлі мен ол малайны тош башына бір көрсем, иманын аламалы мен аның. Бүтін жерде мен болып қиланып, Рабиға болып ойнап жүр екен. Солай міне? Бір иманын аламалы мен аның. Қара сен аны кіші күлдіріп жүрей. Әлі аңа менің хатты боларға керек, Рабиға хатты. Хаман шол бір хашарат. Құммаса құм енді үрек, шаңғы таяғында. Ертеден тұтына ашарға кешке халашай. Сон мен айтам келін неғана әреметі башыйсың, ой құммағаш. Қымат бітпейелер мен айтам. Әлі мен әйімі 1 грамм моторлығы жоқ бетеме? Бұл айтете? Кімдер білен ғына жүріп қарамады енді? Соң жарар бұшулар жүрір, аның тігі мұжикларын айтам мен. Бітмеген мұны енді жұрына қатын қызлар. Шошы өрекке қарарға. Балақайлар мешіткенсіздер әрі бұлтыр бет. Тігіт біздің түбен камада дауыл болды бек күшлі. Міне шошы дауылдан соң 3 кіші өлген дегеш. Мен айтам, бірсі келін екен деп сүйініштен 2 самауар шай іштім. Жоқ, исен, шортым болсын мұны яңа. Бұлтыр желек жеміш бек көп болды бет әлі бақшаларда. Соң жай бойы шошы бақшада жатты келін. Ертеден шып кетек ішке қалды шында. Қорғалар қорқытырға. Жай бойы мабит бір қорғашмады бақшасты бізде. Мәрфуға апа рахметлер жаусын келінің әдей. Бір күніне құна қалған келін. Көршеттігі пужорник Николай кірген болған тұсырап. Құна қалған Николай. Түнне пужар шыққан. Негізі не білен жұрт Николай білен жаным бітті. Келін исен. Міне шыл енді ол сүйек жанмай бітіл, сүйек кіне бітіл. Міне шыл енді ол отта жанмай сода батмай, менің келін енді ол. Оның келін болып чуы да, валлахи кішітісі болмады. Малайым шыстайда убыркыда шақта тігі, ошлық тиеп қойтқан тігі машинада шында қошып қайтқан. Қайтып та жеттеймі, машинадан секіріп тәтшті сызғырып бейде башлады. Көрсәтті енді көрсәтті. Көрәлі мен сізге қорап тұрамда, әлі сіз тігі менің келіннен күліп отырасыз ма? Мен беттігі жай шыққанға ғана сөйлейм. Бұлай Аллаға шүкір, тату яшымыз келін білен. Әлі бет міне мәжет олым нешәл зарплат алмай, мен пенсия алмайын тұтабызны. Сіз тігі әлі кімдер болып, менің келінден күліп отырған болмағыз. Бек жаратан мен аным. Енді біздің студияға İskender'in tağın bir yakın dostu келді. Армен жігіті Ашот. Здравствуйте, Ашот. Здравствуйте. Ничего, что если я по-татарски буду говорить? Конечно, я все Понимаешь? Понимаю. Но единственное, я не понимаю. Вот мя понимаю, бир не понимаю. Anlaşıldı. Ашот. Да? Айталы зинхар, вот İskender turunda нәрсе айта аласың? Какой Искандар? Ну какой деп? Біздің Моншаташы театрының артисті İskender Мутығылла турында. Это он такой усатый, носатый. Ну? Ля-ля. А разве он не мутаян? Жоқ енді неше мұтаян болсын. Ол міне İskender Мутығылла, әрмен жігітлері бұл ойнап жүрді. Вот я сомневался. Когда вот заходим в столовой, мы берем хачапури, а он берет балыш и ышпышмак. Ну и дұрыс. 20 лет мы его считали своим, пока мы в баню не пошли. Заходим в баню, разделись, а у него там висит. Что висит? Луна висит. Какая луна?
На Сибирской луна висит, на груди. А, А ты что понял? Что ты не понимаешь, баран что ли? Карельмаш шекелемеледа, остелемерахадимахалда. Шемарахдида, оммуляха. Я его разговаривать учил, я его танцевать учил, я его шашлык готовить учил. Оказывается, он татарином был. Я шеремекалемеледа, хитрый татарин. жара, қызма. Жанапта Искәндәр Мұтиғұлла біздің театрда татар эстрадасында ең бірінші болып татар әрмәнін көрсеткен артист. Ғұмымен алғанда да Искәндәр көп қырлы талант, ниндігіне рөлге алынса да жеріне жеткіріп, ішләп бітіріп, тамашашыға илтіп жеткірі. Такси, сторонамыз. Не қашқырасың, мен былай тоқтап тұрам бе? Можно? Ну, кіріп отырғансың, демек, можно? Как дела? Яқшы. Привет, дорогая. Ну, привет, енді алайсам, милый. Ты что, татарин, что ли? Откуда узнал? Глаза хитрые. Татарам-дарам. Не зря говорят, когда татарин родился, весь мир плакал. Білемісі дұрыс. Куда едем? Айда город покажи. Ай, красивый город. А вы откуда такой? Откуда такой, говорю? Из учреждения. Из какого учреждения? Тюрьма. А вы по-татарски понимаете? Да, там каждый третий татарин сидит же с нами, да. С нами даже сам Чингисхан сидит. Шынны? Да, с целыми днями по телефону болтает, да. Кого депутатом делает, кого вешает, кого не вешает, да. Бұлай, нәрсе үшін ұтырттыларсың? Нәрсе үшін ұтырттылар дейм? Занос. Ешегенде занос. Вот один мне говорит, у тебя, говорит, такой большой нос, говорит, как кардан, говорит. И вот я ему дал в нос, и у него тоже стал как кордон. Кардан? Кардан, да. Оказывается, он депутат негосударственной думы был. И меня культурно на 10 лет посадили. Шunu үшін унчы? Да. Семьяғыз бар мысы? Да, есть семья. Тюрьма остался. Там все друзья со мной сидят. Кого только нет там. С нами сидят это банкиры, предприниматели, да. Даже недавно депутата посадили. Депутат, не? Да. Оны нәрсе үшін ұтырттылар? За взятку. И потом на следующий день выпустили. Нәрсе үшін шығардылар? За взятку. Қызық екен. Ха, красивый. Ха, смотри-ка, кафе у Ашота. А Ашот с нами сидит. Еще кафе у Ашота. А что у вас, татары не работают, что ли? Міне, татарлар шунда шидейінді? Ладно, сторонамыз. Сколько я тебе должен? 100 сом, 200 сом. Ага, на. Тоқтары, мұнда 100 грамсың бет, мұнда яртсыңна бет. А ты что, дорогой? А ты разве со мной не катался? А ты что за мои деньги катаешься? Yok, мен бет такси, сені жүртем шақар бойлап. Ну ладно, не горячись. Я сейчас быстренько только в банк зайду, ладно? Ты никуда не убегай, ладно? Бигірек бай кіші болып шықты бұл. Түрмеден кіне шықты, уже баныкқа ақша кіріп кетті. Ona шақар бойлап көбірек... Поехали. Боже ты мой, такой красивый банк, охрана славой. Пятый раз граблю я это банк уже, как родной стал. Қоя барамыз? Куда едем? Домой? Куда домой? Тюрьма! Первый раз на такси тюрьму еду. А то ведь все время меня бесплатно возили. Сам знаешь кто. Қарай, сені банк басқашы тан ұтырталар бет енді. Ну ты что, арбуз голова, а? Кто меня посадит? Я ведь и так сижу. Ну, түрмеге ақша неге енді сеңа? Ай, начальник тюрьмы коттедж дома строить надо? Надо. Потом мы каждый год по 2 раза сабантуй делаем. Түрмеде? Да. Между прочим, я 2 года подряд бараном остался.
Бараным, Да. батырым да. Да, батырым. Сперва 2 года бараном был, потом батыром остался. Ладно, сторонамись. Вот у меня, слушай, визитка, да? Я в тюрьму замначальника по снабжению работаю, ладно? У меня вторник приемный день, ладно? Если какие проблемы, заходи, ладно? Все проблемы решим, ладно? И потом на тебя еще деньги. На, машины помой, ладно? И потом сам помойся. Сәлем Искәндәр туған. Сәлем, Гамил туган. Исәнмесез, безне яратып караучы хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә Искәндәр туған, сиңа да 60 яшь толды. Шын күңелдән сине шу матур юбилең белән котласы килә. Үземнең исемнән, тамашачылар исеменнән. Әйдә әле без синең белән синең иҗатыңның шишмә башына кайтыйк әле. Шишмә башың синең ерак 80 елларда башланды бит инде. Һәм ул башланды безнең театр белән түгел. Калган үзең сөйләп күрсәт әле тамашачыларга. Мин 83 елны шушы Түбән Кама шәһәренә күчеп килдем. Казан кооперативный техникумын бетереп, мин эшләдем башта Ширемәттә директор типы булып. Аннан соң инде 86 елларда күчтем Түбән Кама шәһәренә. И шушы Түбән Кама шәһәрендә мин беренче тапкыр аяк бастым. Күңелемдә булгандыр инде яшьлек җыр бию ансамбленә. И мине шушы вакытта хорга бастырдылар. Шаккаттым инде, мин әйтәм, монда бит вокал кирәк. Мин бит вокал гына тоткан кеше, җырлый алырмын микән дип бик каушап тордым. И менә шу вакытта мин бер 8 айга якын шушы хорда. Менә Искәндәр туган, халык уйлап утыра торгандыр. Бу юмор артисты, безне күлдерә. Синең хорда басканга ышанмаска мөмкиннәр. Әйдә син безнең тамашачыларга үзеңнең вокальный данныйларын күрсәт әле. Данныйлары булмаса да бик бер рәхәтләнеп чын күңелдән бер куплетны җырлый әле. Нишләргә соң дигән сорау белән киләм синең рәсемең каршыңа. Үзең булсаң, әгәр мондай уйлар килер иде менә башыма. Үзең булсаң, әгәр мондай уйлар килер иде менә башыма. Бик зур рәхмәт. Мин уйлыйм, безнең тамашачылар сөйгәндер менә синең шушлай җырлап күрсәткәнгә. Һәм синең менә бу вокальный данныйларың җырлый белүең күп миниатюраларда кулландык бит, шулай бит. Инде юморга килгәндә, дуслар, Искәндәр белән танышу бик кызык булды. Мин Дом техник дигән дворец бар, шунда зам директор булып эшләгәндә, алар концерт куялар. Һәм мине чакырып керттеләр. Менә шуның ничек булган Искәндәр сөйләп бетерә хәзер. Менә шушында мин инде хордан соң юмор жанрына күчерделәр. Анда минем бик якын достым, урны Жмакта булсын, арабыздан вакытсыз китеп барды, Терентий Трофимов. Менә шушында Терентий Трофимов ширләп китте дә, безгә туры килде Гамил туганны чакырга. Бер тапкыр да репетиция ясамадык. Кирәк бит сәхнәгә чыгып та киттек. Мәмәтҗан белә дигән Хәмәтҗан шушы миниатюрны без шул хәлле уйнап чыктык. Минем беренче тапкыр сәхнәдә шушындый тәмле ләззәт алдым. Нәрсә ул юмор? Чөнки минем җанда Гамил Асхадуллаһы. Инде бу вакытта Шәмси Закирович белән Гамил Асхадулла, Рөстәм Рахманкул, Ульяна Князовлар, Камил абилар инде дан казанган артистлар иде. Һәм менә шушы очрашу, Искәндәр, сүзеңә булып әйтим әле. Шушы очрашу безнең театрга килүнең сәбәбе дә булды. Чөнки Илдус абый дигән артистыбыз нидер сәбәпләр китте безнең театрдан һәм аны алыштырырга кеше кирәк иде. Һәм тиз кирәк иде. Шунда мин Искәндәрне чакырдым да, һәм Искәндәр килеп безнең театрга кирип китте. Искәндәр яшерен батыр түгел, синең иң яраткан рольләрнең берсе ул Бари Бариш роле. Чөнки син менә бу Бари Бариш исем астында бик күп кешеләр булып уйнадың. Мин хәтеримә, замнар булып, самнар булып, аннан соң теге таргаш булып уйнадың. Төзелештә уйнадың. Шуңа күрә Бик дөрес әйтәсең, Гамил туган. Чөнки бит әле мин белем сәүдә белеме. Менә шушы сәүдә белеме
миңа шушы миниатюраларда, шушы образларда шул хәтле рәхәтлек бирә. Мин аны төптән белеп уйныйм. Чөнки көндез анда эшлим, кич белән сәхнәдә чыгып уйныйм. Шуңа күрә кай вакытта син кайда эшләп, нәрсә эшләгәнне белгәч, сәхнәдә бу образны бирү миңа җиңелрәк тә булды. Мен әлі хатırlayayım, Бары-бары işінің рөлін сен түзушілер деген бір тамашада Шәмси Закиров біле ойнадыңыз. Сен Бары-бары іш, ол міне Ғали іш болып ойнады. Міне yıllar өтті, шушы Бары-бары іш біле Ғали іш, біз сені білен міне шушы жаңа тамашада ойнап көрсеттік. Жан кисегім нәрсе болды, тұр әлі. Не ішлейсің сен? Сен нәрсе пенсионерға бәйләніп жатасың, а? Нешек пенсионер? Жаңағына пенсияға қудылар. Ғали ішіні ме? Қазір бізге сенің білән тезгіден министерствоға yol табып, сені оның ұрына қуям. Мені қуярлар ма? Нешлеп қоймасынлар? Бұ дуракны қойғанына сен жүлерінігіне қоярлар. Кетті қайды? Рахмет қаршық задолжыныз. Нәрсе Ғали-іш? Күтіңе типтілер ме? Білесің ме нәрсеге типтілер? Шүнкей Ғали-іш бүлішмей башладың. Халық мұнан тойды. Мұна ешіттің бетінде. Қатын мені сенің ұрынға қойды бетінде ме? Бұлай айтамыз, брат, мен сені ташламайым, мен сені өзіме зам етіп алам. Ең мұхимі, Ғали-іш, ішлей білесің, ұрлай білесің. Лақма! Нәрсе қиялланасың анда. Искәндәр туған, сен біздің мұнша ташына келгәш, міне приколлар, шундай халықтан шыққан әйтімнәр гіл сенің ауыздан шыға көп уақытта, еме? Андасын сен уни башласаң, бик энергичный уйнайсың. Тамашачы мискин артыңнан қалмай һәр движениен қарап барашлай бит. Біз сенің білән Шәмси Закиров вакытынан башландык. Рүстәм, сен мен бабайларны көп уйнадык бит инде. Менә шул вакытта да сен теге әкреңнән тыныш кына картны уйный алмайсың, шундай бабайымы, прямо ташып тора торган. Шулай бит эме? Шулай. Кая киләбез сиңа шундай энергия? Дөресен генә әйткәндә, кай вакытта үзем дә шаккатам. Нинди генә образлар, нинди генә рольләр бирелсә дә, сәхнәгә чыккач, менә мин тыныш кына уйный алмыйм. Ничектер тыныш кына уйнасам, тамашачы мине кабул итә алмас сымак. Менә беренче көннән шундый дәртле, шундый образларда уйнарга туры килде. Мин бүтәнчә булдыра алмыйм сымак. Бүтәнчә булдыра алмыйм. Һәм инде синең уйлап чыгару да бик көчле. Мәсәлән, син үзеңнең бабайларны әйткәндә, теге шапайларны, немецләрне. 17 көн ярым эчендә Америкага барып була дибеме самолетлар. Андасын тагы бер жанрга әйтеп үтик әле. Искәндәр Мутыйгулла ул монологлар остасы иде. Мен монологлар яза тордым, ул сөйли торды. Бик төрле темаларга кагылган, шундый үткен сатира белән суарылган мотор монологларын Искәндәр туган халык һаман да яратып тыңлый, карый. Менә шушы күп жанрлар остасы син. Менә шушы бабайлардан ярак китмәк әле. Бабайларга җырлап чыгадыр, җырлап кирип китәдер, шулай бит. Әйдәгез, тамашачылар, хөрмәтле тамашачылар, карап китик әле менә шу безнең яратып уйнаган бабайлар рольләрен. Жігіт, Еге, қыланма енді. Білеміз бітін ол сенің кәкір аяқларың бір қойшан тураймай аша. Нәрсе қыланып тұрған? жігіттер бір селфи чигәлі. Әйдәлі. Сенің мындай жемерік шырайыңа көптен көрген жоқ. Нәрсе сиптілер сеңа, йоныңа келішті түгел. Сиптілер түгел, яш қатын одеколонға құйындырағыны. Жыртым морық кайнәлі біттенді. Анысы шипуха, қырдашлар, күніне 2-3 тапқыр қырындыра. Мен айтам, ол қырынудан ғана тұрса, аны мен күннер өйе қырынып тұрырайым. Ол сені просто яш көрсетесі келгендер Матуритіп. Ну, на всякий случай стану гілміндер астында тұрайынды, кім біле? Қырлы, маладажан, силап жіберәлі. Нешік еш қатына? Да, әйді. Ей, қырдашлар, ол менің еш қатын неме? Міне күндіз яқынларақ көрсәгіз,
Onun buyu, sını, kıyafetine sokulanıp lar bitalmayayım indi. Numune kalktın cüte, şişinip yanıma 97 kilolu gövdesi bilen kilip yatkaş. Жабық нәрсе екен. Akırıplar жылысым келейінді. Оlayda sır vermezke tırışam. Түннәрін миннен де шыңшыған, қарауат шығырдаған тауыш işitse, тігі тағы да зәхәрірек қылана башлай. Башта миңа bu бик қызығы. Телевизор қараған сымақ қына қарап ятайдым. Міне түнне қарауатта бірге бір қолсаң, бик қызықты өл екен. Ұнытылған, анда бит минімде қатнашу керек екен. Қолшым, тирлер беріп шыға екі яқтан. Әліттігі татаршаны нашар білесіз ме нәрседей? Нәрседей? Не волнуйся, батык, давай шавалисты. Құрдаш, міне мен сен құрап тұрам, әлі қызығыр жерің де жоқ. Нәрсең біле қызықтырдыңсың сен аны? Айтсам ұят енді, мен бит интернетқа 2 фотография қойдым. Ненде 2 фотография ол? Башы өзім, асқылышы Америка актері Шварценеггерні қойдым. Қазір 15 минут сайын смс-қа келіп тұра еш қызлардан, можно вас хоть на 15 минут деп. Құрдаш, ансы факт, қарайлы. Міне, сенің ол ешкіне қатының мәйтем тегі шуғыр мұғырларыны қоян үйренгесін ешкіне келіш. Андай нәрселер ешкегіне қорап келсе, сенің біле мені көптен ауылының именіне асып бұярлар енді. Ешке қарамы екен ол. Алар бит қазір біліп туалар, ештен компьютерда, телефонда, анда yazılған, ресімлерде көрсетілген, оқи білмеушілер үшін. Да, замана деген, Заманасын іше ойды әлінің. Міне замананың тынышлығын интернет ешлері бұзы бітірді. Құрдаш, интернет түгіл енді. Интернет! Ешлер интернетте қазір. Шол интернетта кібігінді. Ешеулері де шында, ішеулері де шында, жоқлаулары да шында. Бұсы факт. Мен айтам, не қалылар етейім екен Ғабдулқаға? Құрдаш, оқша жоқ деген. Міне? Бір күнне балалар менен ақша сұрап келген нәре. Мәйтем пенсияны қысқарттылар. Қар телефоннан ғына білешелер қалны. Айттым, нелергін айтмадым. Білесіз мен нәрседей? Нәрседей? Мұндадый, ауылдадый, саф хавадый, сүтідей, қоймағыдый, мина мұндада бик жеткендей. Өзі әрсіз қылана башлады, құрдашлар. Нешіне? Сыйыр сауырға үйреніп кетті. Шахар баласы. Ярты сағат сайын сарайға шығада, бір шымыш сүтіні сауып кіреді, парной сүт тәңге файдасы тия деп, шымырағына енді. Қалған сүті біле бүтін жерін жуа бала қайын. Қазір тігіні сыйыр көрсе, міне бұлай қалтырап тұра бала қайын. Әлі бір күнні сыйырым 3 күн үйге қайтмады құрдашлар. 4-ші күн дегенде, тізмеден пішенліктен мініп алып түштім сыйырымды. Бұтайық, шыттырып отырмайынды. Нешек сыйыр? Тізмеге пішенлікке мінсін, башқыштан. Несі сөйлешіп отырасың сен? Міне алай, кәншіл. Міне сені өзіңні де, ярты сағат сайын, міне бұлай сауып қарасынлар әлі. Әлі өзімде ауыртқан тізлерімні ұнытып, шол пішенлікке мініп қошам. Сыйырғына аңлай қалларымны. Құшақлашып жылашабыз. Құрдаш, не дирек сайттан таптың сен әлі, мен де кіріп қарайым әлі? Сайт майыттың білмейм, контактта. Контакттадыр деген. Несі құрдаш, контактын олмаштырдық дедің мі сен? Қырыл құрдаш, шушы ештен зажиганisi болмағаш, не жұртыма үйлендің сен аға? Зажиганisi ішлияның қабынып кетіп болмай. Әлік қабынадырайым, суын алмайдырайым. Мына қазір еме караватны жұрт бұйлап, мына бұлай туда-суда етіп жүрей, жоқ. Скорысқа салып қарарға е. Сол мен қорқам, қабын сән ішлермін. Қаралы, құрдаш, мына мен тракторист боларақ сен айтамын ма? Тракторист боларақ. Значит, аның зажиганisi ранный. Сенікі поздный зажигание. Қаралы, құрдаш,
Олып келеді сен миңа ертеге. Келіп жіберем әлі зажиганисін, а? Қобынса беріп те жіберем. Контакттым, Алла мингіреу бұл, а? Ну, тракторист бит енді. Мына Шарифулла, біз яшірек чақта башта қызлар білән танышадырық. Аннан контактлар баштанады біздің. Бектес тұтқаның сен. Боса факат, құрдаш, факат. Бірашуым келгеш айтайым енді. Сен бет, ғұмыр бойы колхозда механизатор болып ішлеп, жарты елға бір трактор қобыз алмадың бет сен, әдәм ұстырама. Ярты елға бір қабыздадырым. Зато нешік қабынадыр ел, а? Трактор таушына бүтін ауыл мүржігі жиылатырған еді. Шынкелар біле, Ғабдулхақтың трактор қабынған екен. Значит, Ғабдулхақ талынған. Ең бірінші үдің шауып келіп жадырың бет. 40 ел ішлеп, 2 суты жер суқаламадың сен колхозда. Кім Тоқтаңыз. Хатын қысыман талашып отырасыз. Сен еш кеу тұрбеге тәшленме. Ішлерің бұлай барса, отна үмкіннен өсиетіне мәңе қолыңына қоясын қала. Аның өсиетіне үшінші күн на всякий случай қол қойдым енді мен. Тем более... Қара құрдаш, сен бетінде ғұмыр бойы бізден опытнырақ болдың. Айтәлі меңа, пожалуйста. Мейте үйленгенші бірде ойлап қорамадың мұны. Ешлер тилі бұла бейталар, Құрдашлар, аны бейт қойшан үйленсең де, мұнысы асап едіп үйленесің. Алар бейт бірінші үш күндегіне ұялып қына сөйлешкен болалар. Суғына ішіп тұралар. Номіне атына үмкін ішінде ғұмырлық қатын бұлалар да қоялар енді. Құрдаш бұсы факат. Қарағыз әлі, бошқа бір ұй келді. Әлі мен айтам, мен мұны бәріптергіне ұтырайым мекен, Шариклары шықынды мұның? Сиырда көз қысқалай. Ол да бұлы шырайы. Өлем, шығып келе жабық қояным. Тағы қырындырам енді. Ей, Құдайым. Қаралы қайдарының көзі көре башлаған бет. Точно факт. Матық, Бәғірім. где ты завис? Міне, құрдашларға сені мақтап отырадым. Біз. Нәрсе отырасың бұл қарт қырлар біле. Чего? Қарарым, дерседей. Тілсен нәрсе құры? Әйде ошарға. Ей, рахмат жаусын. Әйде бәғірім, әйде. Пішірерге. Пішіріге. Ей, оқшап қыра шықтым әлі. 1 грамда шесім келмей. Вообще-то уже полчаса прошло. Болды жігіттер. Төзімлеген бітті, лучше қатынсыз тұрам. Болды. Мен мұның біле бұл айтып. Қазір мен мұны сарайға алып кіремді. Бәрі өтіремді мен мұны. Бұтық, отырташақлар. Жоқ, қатын қыз үшін көп бермейлер қазір. Айтырмен, ұтарға қысылып өлген, или сиыр сүзіп өтірген де. Так, әйдәлі мен айтам сарайға. Меңа бары бір сарайға тік сарайға. Сау болыңыз, құрдашлар! Искандар Тоған біздің бетінде өзің білесің. Біз артистларының тыл тыныш болса, ортта ғойлабыз тыныш болса, бізге ойнарға, гастрольге үйріге рахатшылай бет. Енді сенің ғойлаңда бек мотор, бек тегіз, балаларыңызны инсия біле өстіріп бітірдігіз, бір малайың судья, бір адвокат, ұнықларыңыз енді өсіп келе, шуңа көре ғойлаң сенің мотор, көңілі, шулар сеңа бәлки мұнша ташында үйріге, ойнарға ярдәмді еткендір. Мына енді біздің тапшыру әкінің азағына жете, сенің мына біздің тамашашыларға әйтер сөзің болса, рахимет, Күлкіддин тапшыру сен андай жай бере. Әйе, құрметті тамашашылар. Міне шайырып қына башлаған Мұнша ташы театрында 33 жыл ғұмыр ұзып кеткен. Шынап та бір нәрсеге де өкінмеймін. Шундай сәхнеде һәм театрда бик көңіллі мезгілләр болды, түрлі шақлар болды. Біз енді әр уақытта да, мен әр уақытта да айтам, бірінші семья ол театр екен деп. Біз семьяны көрге бик сирек шақлар бар ие, әр уақытта да жолда болдық, қойларда ғана болмадық, нәрселер ғана көрмедік. Міне шушы театрда ұзған ғұмыр енді юққа өтмегеш. Мен бүгінгісі күнде өзімні бик бақытлы деп санаймын. Енді тілейм өзім білән көп еллар ішлеген барлық коллективімдағы достарыма, исән сау ғана келешекте де шушындай мотор қазанышлар болсын, бірге болайық. Енді ол 60 еш, рахмат жаусын Путин бабайға міне ұзын айтып қойды да, рахатләніп әлі мен қарт деп 60 еш деп өзімді айтып жүрмеймін. Пенсия да бермейлер, әлі жүруге де, ішлерге. Шуңа көре тілейм, біз әр уақытта да шушы тамашашылар арқылы өстік. Сізге мың рахмет.
Сезнең алкышлар, сезнең бәяләр булмаса, без бер вакытта да артист халкы сәхнәдә үзебезнең кем икәнне белмәс идек. Киләчәктә күңелле очрашулар булсын, матур, якты рольләр белән матур итеп тормыш кечергә язсын. Рәхмәт Искәндәр туган. Менә бүгенге көлке дин тапшыруын без махсус, символичный менә шушы 12 концертлар залында төшердек. Ни өчен дисәгез, Искәндәр 15-16 ел буе туган көне шушы залда үткәрә, дуслар. Шуңа күрә Искәндәр туган, синең үзеңә сәламәтлек, гаиләңә тигезлек, иҗади уңышлар, шушы дәртең сүнмәсен, бергә эшләргә язсын, тамашачыларны сөендерергә язсын. Теге Салават әйтмешли, шахсан килгән кайгы түгел, илгә кайгы килмәсен дип тамамларга кирәк. Менә шу зәхмәт чирләр китеп, яңадан тамашачылар белән бергә сөенеп яшәргә язсын. Безнең тапшыру азагына якынлашты, дуслар. Сау булыгыз, исән сау булыгыз. Киләсе күрешкәнгә кадәр.